жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз патриоттық тәрбиеге арналмақ. Және де бүгін бізде қонақта Мұрзалинов Алтынбек Жұмашұлы Жас ұлан лицейінің музыкалық жетекшісі, және де Оспанов Ермек Қылышбекович сазгер. Және бүлдіршіндеріміз, балаларымыз Ислам және Алишер Жас ұлан ерлер лицейінің оқушылары. Қайырлы күн. Қош келдіңіздер. Енді жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз патриоттық тәрбие жайлы болмақ. Енді Ермек аға өзіңізді жақсы білесіз, осы патриоттық тәрбиеге байланысты әндер шығарушысы, әнге сөз жазушысы, жалпы осы әншілікке, жалпы көбінесе патриоттық тәрбиеге қаншалықты көңіл бөліп келесіз? Не себептен осы әндеріңіздің көп осы патриоттық тәрбиеге арналған? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Енді патриоттық ән жазуға себепкер болған көп жағдайлар болды бұл өмірде. Ол енді алдыменен өзден бастау керек қой, адам қалай тәрбиеленді, қандай тәрбие көрді деген сияқты. Сондықтан бізді тәрбиелеген әскер, көптеген сол милиция особого назначения жұмыс істеген, подразделение специального назначения бастағамыз осы Семей өңірінде. Сол түрткі болды. Сондай керемет адамның ішіндегі жатқан бір стержень болады ғой. Соны бастап, мына жерде жолдасым Алтынбек Мұрзалинов деген мені Жас ұлан лицейінің әнші сазгер, сол айтып, Ереке, сіз осындай әндер жазсаңыз қалай болады деп, сондай кішкене бір направление алып ұсыныс білдірді. Ұсыныс болды сондай. Сол ұсыныстың арқасында сондай жақсы әндер жазылды деп өзім ойлаймын. Отаным менің деген, Афганистан қасіреті, сарбаздар алға деген. Сондықтан міне жас ұландарымыз өсіп келе жатыр. Соларға үлгі ретінде алға басып дұрыс жүрсін деген сияқты ғой бізде ой. Сондықтан осылар балалар сондай әнге әуес болып, міне өзіміздің артымыздан Алтынбек аға, Ермек аға қандай өлең айтамыз, соны айтсақ болады, осы өлеңді айтайықшы деп өзі жұлқынып тұрған жастар, қазіргі жастар дұрыс бақытта келеді деп ойлаймын. Сондықтан мені Алтынбек жолдасында жалғастырып алып кетсін, лицейдің өзінің ішіндегі өзінің жалпы ер азамат енді жан жақты болу керек деп жатырмыз ғой. Жалпы ұландар жалпы спорттық, әскери тәрбиемен қатар осы әнге де бір көңіл бөліп келетір, осы туралы айтып өтсеңіз. Енді біздің жас ұлан лицейінде мінекей өзіміздің балалар керемет өте бәрі де тәрбиелі, сондай білімді, өздерінде жан жағынан спорттан да хабардары бар. Жаңағы бізде дайындайды неше түрлі секция, таэквондо, жаңағы ішінде бәрі бар. Енді лыжня, карате дегендей, рукопашка бәрі бар. Соның ішінде енді міне әнді, хор жайында бізде хорымызда бар, домбырада бар. Сонда ішінде баян, мына ансамбль үйірмелері бар. Неше түрлі, мына қол жазба, ақындық дегендей бәрі бар бізде, керемет. Соған өте маңыз бөледі. Мына рухани бағдарлама өзіміздің президентіміздің жарлығы бойынша, мінекей өзімізде өзіміздің Жас ұлан лицейінің бастығы Қырмаш Бабақұмарұлы Окасов деген бастығымыз, полковник, өзі өте үлкен маңыз бөледі. Рухани бағдарламаны, жаңағы өзіміз президенттің жарлығын жүзеге асырып, балаларын бәріне өзі қадағалап, әрқашанда жан-жағынан өзі мына қарап жүреді, бәрінде қадағалап. Сондықтан енді бізде әрине балалармен мына патриоттық әндерге, мына елімізге тәрбие жағынан көп маңыз бөлеміз. Көп бөлеміз. Енді ұландар айта кетсін, не себепті осы Жас ұлан ерлер лицейін таңдадыңыздар? Өздеріңіздің құрдастарыңыз жай мектепте оқиды, күнде үйіне барып қайтады деген. Сіздер осы ұлан тәрбиеленіп, аптасына 5 күн осындасыздар жалпы.
не себептен таңдадыңыздар? Лицейге барып патриоттық сезім оятады. Не үйрендіңіздер лицейде? Не үйреніп жатырсыздар? Лицейде спортпен спортқа қатысамыз, хор, ән, домбыраға, көптеген үйірмелер бар, соған қатысамыз. Бәрекелді. Сіз? Мен таңдаған себебім өзім өскен кезде офицер болғым келеді. Өз отбасымды солай асырап, өз ұрпағымды жалғастырғым келеді солай. Өз балам да әскери болсын. Бәрекелді. Мінекей болашағын қазірден бастап ойлап жатыр ғой, қарап отырсаңыз. Енді қазір жастар өзіңіз, мен жастарға сенемін дейді Мағжан ақын. Жалпы қарап отырсақ, жалпы жастардың әскерге бет бұру, әскерге баруы қазір көбейіп келеді. Бұл да бір қуантарлық жағдай. Қалай ойлайсыз? Ол да жақсы. Енді бәрі енді Алланың қалауымен ғой. Жастарымыз алға басып, міне айтып жатыр, мен осындай қарулы күштердің офицері болам деп. Офицер деген енді ол енді үлкен мағына ғой енді. Өзі ол өмірлік таңдаған өзінің жолы, сол жолды өте де оңай емес. Небір сондай тасқауылдар болады, соны өз несімен характермен өту керек қой. Сонда ғана мінез болу керек. Сонда бауыржандар сияқылды, қара майор сияқылды батырларымыз шығады деп өзім есептеймін. Ой, бәрекелді. Енді Ермек аға, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, отаным әні деген, не? Мысалы, осы әннің тарихы туралы айтып өтсеңіз, қалай дүниеге келді? Отаным әннің тарихысы осы бір жылдан асып кетті жазылғанына. Алтынбек екеуміз сол енді осындай Алтынбек айтқаннан кейін давай ереке осындай ән шығарайық, кішкене рухты көтерейік деп, отанды сүйіспеншілік көп болсын жастар арасында дегеннен кейін осы ойлар келіп өзімді солай шабыт алдым. Сол шабыттың арқасында көптеген әндер жазып тастадық енді. Аллаға шүкір. Ән байқауында бірінші, екінші орындарды алып дипломировать етті бізді. Бәрекелді. Әскери әндер байқауында ма? Иә, осында республикалық, қалалық, областной әрқашанда қатысып тұрады біздің жас ұландықтар. Республикаға барып келгендер балалар бар. Бірінші орын гран-при алғандар балаларымыз бар, Құдайға шүкір. Бәрі жақсы енді. Алдыға қойған және жоспардағы тағы да ән жазамын деген оларыңыз бар ма? Сол туралы айтып кетсеңіздер. Енді алда көптеген әндеріміз бар, жоспарда бар. Онда енді қазір көбінесе енді махаббат туралы жазады көбінесе. Махаббат жазғанда сүйдім, күйдім деп неше түрлі жағдайлармен көрсетіп жатады. Ондай тәрбие дегенде дұрыс тәрбие беретін бір мағыналы әндер болады ғой. Енді махаббат туралы жазуға болады, ондай әндерім де бар. Бірақ кішкене арасында қазақи махаббат, кішкене ят деген тәрбиеден аттамайсыз. Одан аттамаймыз. Сондықтан сондай немен жазылып жатқан әндеріміз бар. Көбінесе отан туралы, отанға сүйіспеншілік, жасты қалай тәрбиелеп шығару, ер адамды қалай тәрбиелеп шығару. Қазіргі тұрғыда неше түрлі әншілер бар, шаштарын бояп шығып, қысқа сырға тағып, ол енді ер адамға жараспайтын жағдай ғой енді. Сондықтан міне осындай ұландарымыз, осындай мықты азамат, ертең ел көтеретін, ел қорғайтын сондай тәрбиелеп шықсақ деген сияқылды, сондай тәрбие мағынасы мен ән жазсақ деген ой бар. Енді Алтынбек аға, бүгін таңда патриоттық әндер қаншалықты жастарға қажет деп ойлайсыз? Патриоттық әндер өте қажет деп ойлаймын. Неге десеңіз, әлгі бұл әндер жастардың рухын көтереді. Өздерінің міне алға өзінің отанын қорғауға, жерін қорғауға, мысалы сондай сүйіспеншілігін тудыратын әндер, отаным деген. Отаным патриотический әндер өте керемет. Көмек береді жастарды тәрбиелеу ретінде, бұл ең маңызды деп ойлаймын мен. Енді жалпы жаңа әндеріңізді тыңдап өттік. Енді ағамыздың қоры жүзінде бірнеше әндері бар. Тағы алда жоспарларыңыз қандай ән жазу жоспарда бар? Жоспарымызда әндер бар. Енді міне сарбаздар деп айтады ғой. Сарбаздар алға деп. Сондай өзіміздің
қазақ жігіттері рухты көтеретін рухты көтеретін строевой өлеңдер болу керек. Ертең олар стройда жүріп айтатын, өзінің елі туралы, жері туралы айтса, содан бастап тәрбие алады. Ол кішкентай сезініп жүрсін. Әскерлерімізде іштей рухани түйіп дейсіз ғой, айтқан сөз, әрбір сөзіне мағына беріп, мән беріп дейсіз ғой. Иә, солай. Енді бәрекелді, сіздерге алғысымыз шексіз, осы алтын уақыттарыңызды бөліп бүгін студиямызға келгендеріңізге, әлі де талай біздің көрермендерді қуанта беріңіздер, патриоттық әндер жалпы көп жаза беріңіздер дегіміз келеді. Енді еңбектеріңіз жемісті болсын, шығармашылық табыс тілейміз. Алтынбек аға, Ермек аға, көрермендерге айтар қандай тілектеріңіз бар? Енді көрермендерге айтатын тілегіміз әрқашанда міне бастарыңыз аман болып, денсаулықтарыңыз мықты болып, біздің міне қазақ елі, қазақ жұрты, халқымыз аман болсын. Осындай жігіттердің арқасында аман болады деп ойлаймын. Әрқашанда да күніміз ашық болып, қазақ елі тек қана алда. Бәрекелді. Алтынбек аға? Енді мен де қосылам бұл кісінің айтқан сөздеріне, және де өзімнен айтатын, өзіміздің жас балаларымыз, болашағымыз аман болсын. Сондай өте халқымыздың болашағы ғой бұл. Еліміздің болашағы бұлар балаларымыз. Сондықтан мен өзіміздің жастарға жақсылық тілеймін. Шекараларымыз бүтін болсын, аспанымыз ашық болсын дегендей. Мінекей енді егеменді еліміз осылай жақсы болып, осы жақсы өмір сүріп, осы өмірмен жаңағы өзі президентке рахмет айтамыз, өзіміздің президентімізге. Сондықтан енді тек қана жақсылық, Семей жұртына бәріне де өзімнің алғысымды білдірем. Бәріне жақсылық тілеймін. Семьяларында табыс, денсаулықтары зор, күш-жігер, қайрат. Рахмет.